Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі қиятын стрижкамыз сессон деп аталады. Бұл қыздың шашы жұқа, қалың емес. Сондықтан бұның арт жағын түзу етіп қиямыз. Ал алдыңғы жағын сессон қылып қиямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, шаштың ұзындығын түзу етіп бір қарыс алып қиямыз. Жоғары жақтан тағы түсіріп, бірінші қиылған шашқа екінші шашты туралап қиямыз. Сессон қиған кезде шаштың артқы жағы түп-түзу болады, тегіс болып қиылады, ал алдыңғы жағы ойылып қиылады. Жоғары жақтан тағы бір қатар түсіреміз. Барлығын бірдей етіп, бірінші қиылған шашпен туралап қиямыз. Осылай артқы жағын бәрін бірдей етіп қиып аламыз. Ал енді алдыңғы жағын. Шаштың алдыңғы жағын клиенттен ұзындығын сұрап аламыз. Бұл қыздың шашында челка, кекіл деген жоқ. Сессон формасымен қиямыз. Бұнда жаңағы клиенттің иегінің астынан сұрап алдық. Иегінің астынан бастап қиямыз. Бұл контрольный шаш болып есептеледі. Осы шашпен бірінші оң жағын, одан кейін сол жағын қиямыз. Осылай бірінші контрольный шашқа шаштарды қиғаштау қылып, алдына қарай тартып тұрып қиямыз. Құлақтың жанындағы шаштардың барлығын осылай алға қарай тартып тұрып, қиғаш етіп қиямыз. Енді бұл шашты жанына қарай тараймыз да, арттағы қиылған шаштан бір қатар алып, осы жанындағы шашпенен екеуінің ұзындығын бірдей етіп қиямыз. Енді сол жағын қиямыз. Сол жағындағы шашты да бірінші қиылған контрольный шаш, мұрынның үстінен қиылған контрольный шашқа туралап қиямыз. Соған тартамыз және қолымызды қиғашта ұстап қиямыз. Құлақтың жанындағы шаштарды аздап сол бірінші қиылған шашқа қарай тартып тұрып, әкеп қиямыз. Осылай келесі қатарды да тартып, соған туралаймыз. Қиған кезде осылай қиғаштап тұрып қиямыз. Енді бұл жақтың да жанындағы шашты жанына қарай тараймыз. Құлақтың артындағы шаштан аздап әкелеміз.
екеуін бірдей қосып ұстап тұрып, шаштың ұзындығын бірдей етіп туралаймыз. Алдыңғы артқы шашты екі жағын бірдей туралап аламыз. Енді оң жағында, сол жағында қиған шаштарымызды жақсылап бір контроль жасаймыз. Тексеріп аламыз. Арасында қалып кеткен шаштар болуы мүмкін. Тағы бір рет тексеріп аламыз. Екі жағының ұзындығы бірдей ма, бірдей емес пе? Қолымызбен ұстап тұрып бір тексеріп көреміз. Жақсылап тексеріп аламыз. Сол кезде екі жақтың да ұзындығы бірдей болып шығады. Енді шаштың, қиылған шаштың ұштарын аздап филировать етеміз. Яғни жұқартатын қайшыменен ұштарын ғана жұқартамыз. Бұл қыздың шашы өте жұқа, сол үшін көбірек қиюдың қажеті жоқ. Мен аз-аздап тек ұштарын ғана қидым. Егер қалың болса, көбірек қиямыз. Ал жұқа болатын болса, аз жұқартамыз. Міне енді қиып болдық. Енді шашты жақсылап кептіреміз. Прошинг тарақпенен қайырып, жақсылап кептірдім. Клиентіміздің қалауы бойынша шаш ұнады өзіне. Көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар.